ал мынау Құлсарының жағдайы өткенде су кеткеннен кейінгі әлі су жатыр екен мына жағында. Анау Құлсары сауда үйі су дейтін кәдімгідей суға батып тұрған ана жерде мекемелер ма бірдеңелер. Қазір ана жақта дейтін Аружан дейтін дүкен бар. Мен келген сайын Құлсарға келген сайын осы жақта постоянно не алып кететін, тамақ алып кететін супермаркет. Оның ішінде кәдімгідей белден су болды, іші суға кетті. Қазір сол жаққа түсіретін боламын. Күйі жоқ болады мана. Аянышты, өте аянышты. Алла жәрдемші болсын Құлсары халқына. Күйі жоқ, Құдай сақтасын. Ана жерде дүкеннің алдында дейтін адамдар ағаш қойып солай өтіп жүр. Ағашпен. Алла сақтасын.